Әлекең о Соловецкіде түрмеде абақтыда жатқан Міржақып Дулатовқа хат жазады. Мадияр дейді. Мадияр. Ол кісі Мадиярдың екінші аты ғой Міржақып Дулатов. Мадияр. Аяғыңдағы етігің тар болған соң дүниенің кеңдігінен не пайда дейді. Ойымда көп нәрсе бар, бірақ қолымнан менің не келеді қазір? Мені кешір дейді. Әлекең. Інісінен сөйтіп кешірім сұрайды. Әлекең білген. Көш бастаушы ретінде білген. Әлекең ұятай деген бір сөзі бар, сонда мынадай ойды айтады. Шырағым Ахмет, шырағым Мир Яқуб. Сендердің таңдаған жолдарың абақты жол дейді. Азапты жол дейді. Бірақ бір нәрсені түсініңдер дейді. Баяғыда доңыз бен аққу дос болып келеді. Сонда бір күні доңыз аққуды балтырдан алып, әй аққу, сен күн бар дейсің, сол күнді мен неғып көрмеймін деді. Сонда аққу тіл қатқан екен дейді. Әй доңыз, сені Алла төмен қаратып жаратқан. Сондықтан сен аспанда күнді көре алмайсың деді. Осы ойды айта кеп, Әлекең мынадай қорытынды жасайды, тұжырым жасайды. Шырағым Ахмет, Мир Яқуб, сендерді алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Үлкен ырзашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Батырды доңызға беріңдер дейді. Өкінбеңдер дейді.